Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай әдемі қаймақты пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп қолдап отырыңыздар. 250 грамм ұнға 110 грамм маргаринді салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып болған соң бір шай қасық қамыр қопсыздыр саламыз. Мен 70 грамм құмшекер салдым. Сіздер қалауларыңызға қарай салсаңыздар да болады. Одан соң 2 жұмыртқа салып, масса шыққанша қамырымызды илеп аламыз. Солай дайын болған соң қоя тұрамыз да начинкасына кірісеміз. Ол үшін 2 жұмыртқа, 4 үлкен қасық құмшекер, 300 грамм қаймақ саламыз. Дәм кіргізу үшін мен ванилин қостым, қоспасаңыздар да болады. Барлығын салып араластырып аламыз. Начинкамыз дайын болды. Енді қамырды жайып аламыз. Менің өзіме оқтамен жаю ыңғайлы. Сондықтан мен оқтамен жайып алдым. Сіздер сразу табаға жайып алсаңыздар да болады. Енді табаны майлап, жайып алған қамырды салып, табаға ыңғайлы етіп жайып аламыз. Осылай ыңғайлап жайып болған соң начинкамызды қойып аламыз. Содан соң 180 градуста 45 минутта пеште пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Естіген қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ас болсын.